Қайырлы күн, менің алтын тыңдармандарым. Қара шаңырақтың киесі. Қанат әдеттегенше, таң қылаңдамай тұрып оянды. Дәретін алып намазын оқыды. Бірі жастығын астына басқан, бірі төсектің аяқ жағынан басын берген. Бірі көлденеңдеп екіншінің үстіне аяғын қойып, пысылдап ұйықтап жатқан немерелерін орындарына жатқызып, үстін жауып, тапшаннан түсіп, бақшаға қарай беттеді. Ауылдың исі неткен керемет. Әтештер шақырып, қозы-лақ маңырап, сиырлар мөңіреп тұр. Қазір кемпір тұрып, сиыр сауады. Немерелері тұрғанша даладағы үлкен қазанға от жағып сүт пісіреді. Тезекке исін бұрқыратып, табанан пісіреді. Ата бау-бақшаға қарай беттеді. Әй, әдірам қалғыр, мына иттер тағы кіріпті ғой. Шошқа таптағандай таптап тастапты. Онымен қоймай бір-екі жерді қасып тастапты. Таптаңдар, кім жейді дейсің оларды? Белімді бір жазбастан көктен бастағалы, осы жерді аударып, тырмалап, азын аулақ көкөністерімді егемін. Бәрі балаларым үшін ғой, солар келсе жейді. Қалада қайбір жесін, 5-6-ын сатып алып отырады. Жүгермектер, олар келмек түгілі. Әй, көке, апа, қалдарыңыз қалай деуді де білмейді. Дарбаза сықырласа елең етіп қуанып отырамын. Құлыншақтарым келді ма деп. Бәрі жұмыс баста әйтеуір, уақыт жоқ дейді. Немерелерім ғой, тек жазғы каникулда өзім барып алып келемін. Сонда да келіндер, абай болсыншы ата, қораға кірмесін, өзенге бармасын, уақытылы ұйықтасын деп маған ақыл айтады. Әкелерін өлтірмей-ақ өсірдік қой. Өмір. Кемпір екеуміз осы даңғарадай үйде соқа басымыз сопиып қаламыз деп ойладық па? Ертең сабақ басталса мына тентектер де кетеді. Тағы шоқшиып қаламыз-ау екеуміз. Өмір деп, галошын сүйретіп, қолын арқасына қойып қораға қарай беттеді. Атаның 4 ұлы бар, 2-і Алматыда, 2-і Шымкентте. Ауылда жұмыс жоқ, қалаға кетеміз дегенде, ренжісе де ақ батасын беріп шығарып салған. Жасы келіп қартайған сайын, немерелерінің көзінің алдында болғанын, қара шаңырақтың тізгінін ұстар, ұлын ауылға келсе екен деп армандап жүр. Бірақ ешқайсысы келгісі келмейді. Әне қораға қарай шелегін даңғырлатып, орамалының жанын ақ шаштары желпілдетіп, Күлбей апа келе жатыр. Қазір сиыр сауады. Кемпір, тұрдың бей, кел. Мына 2 сиыр сені күтіп тұр деді егі кемсеңдеген ата. Кемпір, кемпір, осы бұрын келін алсам қолымды жылысуға малып отырамын деуші едің. Қазір келінге келін болып зыр жүгіресің. Келсе, келінді мықтап тәрбиелеймін деуші едің, деп иегі кемсеңдеген қарт кісі күлді. Енді жылына бір келгенде демалсын деймін де, оңай емес болар, деп сиырын сауып болып орнынан тұрмақшы болған. Ойбай, ойбу, мына тізем менің отырып тұруымды қиындатып барады, сыздап кетті, деп сүйретіле тұрып жатқан кемпірінің қолынан сүйеп, сүт толы шелекті қолына алды. Екеуі қолтықтасып асханаға қарай беттеді. Соңғы күндері жаным жабырқайды, кемпір. Әкемнің түтінін түтетейін деп қара шаңыраққа мен ие болып қалып едім. Енді мен өлсем, қаңырап бос қалама мына шаңырақ? Кенже ұлым осында отырар деп үміттеніп едім. Бір аяғым төрде, бір аяғым көрде деп қарт кісі көзіне жас алып, оны қалтасынан шұбатып, алған шүберегіне жасын сүртті. Кемпірі де жасын жасыра алмады. Қой шал, жамандық шақырма, екеуміз әлі немерелердің құдалығына барамыз демедік пе? Қане балаларды оят. Бар деп шалын жіберіп, өзі отыра қалып жылады. Расымен де, соңғы уақытта шалының қан қысымы жиі көтеріліп, жатып қалатынды шығарды. Қаңырағандай бос үйде екеуінен еш қызық қалмайды. Теледидар қосқанымен ойлары басқа жақта отырады. Ең болмаса аптасына, мейлі айына келсе, нетті балалары.
Жаңа жылда 2 күнге балаларын алуға, жазғы каникулда 2 күнге келеді болды. Мына үйде екеуі екі жақта жайрап қалса да ешкім білмес. Қалаға кел дейді. Үлкен ұлы оған шалы көнбей отыр. Ол да дұрыс шығар, әбден еркіндікпен азын-аулақ малымен алданып отырған қарт кісі көп қабатты үйдің 3 бөлмесінде анда-санда қонаққа барса жүрегі қысылады. Кемпір деп қайта келді. Әне бір тоқтыны сояйық. Огородтегі самидорыңды теріп қой. Олар келмесе мен барайын балаларыма. Сағындым өздерін. Қуандықты да ала келейін. Кешке дейін жұмысқа кетіп немеремді әркімге тастайды. Одан да ауылға келіп қарайық, қане. Тездетіп шайыңды берші. Күн ысымай жолға шықпасам, қан қысымым тағы көтеріліп кетеді. Жарайды деп апа тез қимылдайын десе де, аяқтары қатты, басқызбай қисалаңдап кетті. Тұрыңдар құлыншақтарым, деп маңдайынан түскен қатпарлы әжімдерімен көзі күлімдеді. Тұрыңдар құлыншақтарым, әне апаларың сүт, ыстық нан пісіріп қойды деп атасы немерелерін еркелете оятты. Ояна сала тұрып кететін бұрынғы балалар қайда? Қолдарын жоғары созып, телефондарын жарыс салып, бірдемелерді шыңғырлатып қосып жатыр. Бұған ренжіген ата: осының ішінде не бар, таңнан кешке дейін телміріп отырасыңдар. Баяғыда әкелерің асық ойнайтын, қазір деп қалта толы асығын әкелді. Қане қараңдаршы құлыншақтарым, деп қалтадағы асығын жерге төгіп, жас балаша мақтанып отырған аталарына көз қиығында салмады. Ары қарай телефонға телміруін жалғастыра берді. Қартайған сайын кәрі кісі бала сияқты болады деуші ме еді? Ол кісі де ренжіп бұртиып қалды. Тик-ток деп түсіріп жатқан немерелеріне алыстан қарап, жынды бақсы құсап әлгі 4 бұрышқа секеңдейсіңдер келіп, ренжуі басылмай отыр. Кемпірі екеуі балалары үшін семірткен тоқтыны әп-сәтте сойып жіліктеп атасы жолға шықты. Кіші ұлы Сәбиттің үйіне келсе әлі ұйықтап жатыр екен. Есікті керіле созыла ашқан ұлына жақтырмай қарағаны сол. Бүгін демалып жатырмызда деп қысқа қайырды. Сендерге ет әкелдім, мынау помидор, мынау қауын, мынау сүт, құрт май, ал мына нан аналарыңның жаңа пісірген ауылдан әкелген сарқыттарын. Үстел үстіне қойып жатқан атасына келіні: ой, зачем? Мына жерден ала салатын едік қой. Етті де килограмдап аламыз мына дүкеннен. Мынаның бәрін қайтем енді? Деп келіні жақтырмағандай: жіліктеп те қойдым, қызым. Қане, тұз әкел. Осып тұздап беремін деген әкесінің сөзін ұлы тағы бөліп: ой, пап, Жан, ну давай морозильник бірдеме қылып сала сал деді. Қарт кісі ренжігендей артынша: пап, сіз отыра беріңіз, біз қазір тамақ істеп жіберейік деген ұлына ашулы келіп: қазан аяқты, сенің не шаруаң бар, отыр қасыма деді қатқыл үнмен. Немеремді алып кетейін. Әркімнің үйіне тастағанша уақытылы тамақ бере ме, жаялығын ауыстыра ма? Біреуге қаратқанша бізге бер, демалыста келіп тұрасың, бізге де серік деген. Ну, Жаннамен ақылдасайын, деп басын қасып отыр. Әлгі сөзді естіп қалды ма ас үйден шыққан келіні: балабақшаға береміз жақында, ол жақта жақсы қарайды, әуре болмай-ақ қойыңыз ата, дегенде жақтағандай Сәбитте көзін әкесіне қарап қиқаң еткізді. Жол бойы өз өмірін көз алдынан өткізіп келеді. Бір кездері оқуын бітірер жылы Қанатқа әкесі: қара шаңырақ саған аманат, ұлым. Осы үйдің түтінін түтетіп, ағайын туыс келсе барыңды қойып риза қылғайсың. Ал біз өмірден өткесін, бізге тиер тек қана Құран. Бар тілегім осы саған, деген әкесі. Оқуда озат болған Қанатқа сол институт басшылығы мұғалім болып қалуына ұсыныс жасады. Әкесіне берген уәдесіне берік болып, ұсыныстан бас тартып, содан бері шаңырақтың түтінін өшірмей келді.
Мұғалім онан директор болып зейнетке шыққан кісі. Барлық жерде сыйлы, абыройлы кісі еді. Әйелмен ешқашан дауыс көтеріп ұрсып көрмеген зиялы азамат. 4 ұлында жоғары оқу орнына оқытып, үйлендіріп, той жасап, үй әперіп, әкелік парызының бәрін орындаған бұл кісіге балалары перзенттік парызын өтеуді жөн көрмей жүрме дерсің. Дарбаза алдына келіп, бар пәрменімен сигналдатқан атаның алдынан ақ шашы желбіреп кемпірі шықты. Дарбазаны ашып әлек. Ашулы ата ішке кіріп кетті. Шалау, не болды? Ауырып қалдың ба деп етегіне кірген кемпіріне сен кінәлсің бәріне деді қатқыл үнмен. Өссін, жіберейік деп қоймап едің. Мына Сәуірбайдың ұлын көрмейсің бе? Анау Бақыттың ұлы ше. Әке-шешесінің алдында мектепте істеп жүр. Неткен бақытты еді олар, деп Қанат ата селк-селк етіп жылай бастады. Менің арманым мына шаңырақ қаңырамаса екен деймін. Бүгін бар, ертең жоқ адаммын. Әкемнің аманатын орындадым. Менікін орындайтын бала қайда? Деп ентігіп жылай бастады. Кезінде қайратты Қанаттың ерік жігері құм болғандай. Ата сол күйі жатып қалды. Бір кезде қатты қорлы бөлмені жаңғыртып жатты. Әй шал деп түртіп жатқан кемпіріне жауап қатпай. Қорлы барған сайын үдеп барады. Кемпірі айқайлап немерелерін шақырып әлек. Көрші деп есік алдына шығып айқайлады. Әбден сасқан Күлбей апа не істерін білмей шыр көбелек айнала берді. Қанат атаның қорлы барған сайын үдеп барады. Жаны шыра айқайынан жүгіре жеткен көрші не болып қалды деген. Анда Қанат тұрмай жатыр. Қорылдап, ұлыңды шақыршы медпунктке апарайық деп дірілдеп жылай берді. Қозғама Күлбей, қозғама. Қазір медсестраны шақырып келеміз деп көрші жүгіре кетті. Аудандық дәрігерлерге хабар беріп, облыс тіркеп ауылға жедел жәрдем көлігі келгенше 45 минут өтіп кетті. Иә, тұп-тура 45 минут. Сол жерден салар уколдарын салып аудандық ауруханаға тарта жөнелді. Артынан көршінің көлігімен жылап еңіреп кемпірі келе жатыр. Бірақ бұл жақтағыларда дәрменсіз екендерін айтып қалаға жіберді. Ары-бері сандалтып жүргенде бір күн өтті. Бұл бір күн бір ғасырға созылғандай. Күлбей апаның да қан қысымы көтеріліп, жүрегі қысылып ауылда ауырып қалды. Қанат ата көзін ашқанша бір қол бір аяғы сал болып қалған еді. Қарайып алдымызда отырсаң болғаны шалау, сен аман болшы. Сені кетіп қалама деп қатты қорықтым деген кемпірі көз жасын тия алмай өксіп жылады. Бар жайттан хабар алған балалары ауруханаға келді. Ата ешқайсысын көргісі келмейтін айтып кіргізбеді. Аналары ертең үйге қайтамыз. Әкелерің сал болып қалды. Мұның қан қысымы көтеріліп жүргенін уайымнан еді. Қара шаңырақты уайымдап бітті деп тағы жылады. Өзара ақылдасып кімнің ауылға барып тұратынын айтамыз деп тарқасты. Әкелері ауруханаға түсті дегенде-ақ өз балаларын бірінші ойлап ауылдан алып кеткен бұл бауырсымақтардың әкелеріне қара шаңыраққа жандары ашуы не ғайбіл. Ауруханадан үйіне оралған атаның бір қолы, бір аяғы істен шығып бүрісіп қалған, үйіп қалғандай. Кішкене қимылдатса жанын шығарады. Массаж жасаса деген деп кемпірі оны келіп жанын шығара қысады. Одан бетер жаны көзіне көріп шырқырап жас балаша айқайлайды. Жас балаша, иә, бұрынғы қайсарлы Қанаттың сөзі де өзі де ерекшеленіп кетті. Кішкене баладай сөздері де, істеп отырған тірліктері де баланың тірлігі. Тамақ ішіп отырып күледі, аузынан тамақты қайта шығарады. Кемпірі түсінбейтін бір түрлі әңгімелерді айтады. Кейде баяғы қалпына түсіп, ерік жігері мұқалмаған Қанатты көресің. Мұны дәрігерлер қалыпты жағдай деген, миына қан апарар, күре тамырлары зақым келген, деді ме бірдеме.
Онысын онша түсіне бермейтін Күлбей апа әйтеуір шалым аман болсыншы деп дұға жасап жүр. Бұрындары тірлікке ебі бар ата. Қазір өз аяғын сүйрете зорға жүреді. Енді бүкіл шаруа кемпірдің мойнында. Онысы аздай қажетін жас баладай гаршогында өтейтін шалының жағдайын жасау қиындап кетті. Үйіне келеді дегесін, балалары бала-шағамен адамнан ұялды ма, Құдайдан қорықты ма әйтеуір келіп кетті. Иә, келулерінен кетулері тез болды. Тағы жұмыс бастылары алға тартып, қалаларына тайып тұрды. Аналары айтқан әңгімені тіпті қозғамады да. Демек, еш қайсысы келгісі жоқ деп іштей ойланған ақшашты аналар тағы да сол қораға барып мал жайғады. Бірде көңіл сұрай келген көршісі: «Әй Күлбей, малды қайтесің, сатып жіберсеңші, өзіңе жүк қылмай. Зейнетақылармен күн көрерсіңдер тегі, оны қайтесің» деп ақыл айтқан. «Жоқ, балалар келсе, бірлі жарым ет болар, сүт болар деп сатпаймын» деген. Шынында ақсамайлы әжеге мал жайға оңайға соқпады. Бұзауды тартуға әлі келмейді. Соңғы күндері қатты шаршау. Күлбейдің бар арманы ұйқысын қандырып ұйықтау болып жүр. Шалы далаға шығып есік алдына жайма шуақ күнге қарап отырғаннан басқа ештеңеге қауқары жоқ. Есі кіресілі шығасылы, кішкентай балаға ұқсап, үлкен кісіше ойлана бастағанда, тірлікке жарамай отырғанына қымсынып кемпіріне көрсетпей көз жасын бір сығып алады. Жаны ашыған көршінің ұлы мен келіні ара-тұра бас сұғып көмек қолын созады. Оның өзі үлкен көмек. Алы балалары сол күйі ат ізін салмақ түгілі «Қалайсыздар көке» деп телефонда шалмады. Бұл менің тәрбиемнің кесірі. Әкелерінен қаймана қамсынуды үйретуді білмедім. Балаларымның көңіліне қарап тек айтқандарын істетіп отырдым. Енді тіпті ата-анасының хал жағдайын сұрамайтын тас бүйір болды, деп Күлбей апа өзін жазғыра отырып жылады. Жығылғанға жұдырық болғандай Күлбей апаның жүрегі ауыратынды шығарды. Енді шалына қалаға барайықшы. Шал, балалар қайда болса сонда барайық. Оларды да түсінуге тырысып көрші. Дайын жұмысынан айырылып ауылға келгенде қайтпек. Онан да райыңнан қайт деп үгіттеп жүр. Бірақ оған көнер бір беткей қанат бар ма? Жоқ, ешқашан деп теке тіресіп отыр. Бүгін Күлбей апаның мазасы жоқ. Таңда оянғаннан ауырып тұрды, жүрегі мазалап жүр. Жиі шаншып, ауа жетпей қалады. Бұл жолы да солай, сүйретіле басып қораға барып, малын жайғады, сиырын сауды. Үйге кіріп төсек орнын жиып, Қанат атаны киіндіріп, жуындырып шәй әкелді. Шал, маған разы емес шығарсың, Балалардың айтқанын жасатап, өзімді ұмытыппын. Қазіргі жағдайға өзімді кінәлаймын деді, орамалының шетімен көзін сүртіп. Жоқ, кемпір, әрдайым менің жоғымды бар қылып, әке-шешемді бақтың. Туыстарыма қабақ шытпай келсе, құрақ ұштың. Әрдайым абыройымды асқақтаттың, разымын саған, кемпір, деген. Әжім торлаған көзі күлімдеп, шаршадым деп отырған орнынан жантая кеткен Күлбей апа қайта оянбады. Жүрек талмасы деген куәліктегі жазбамен, бұл дүниемен қоса шалын тастап кете барды. Сен аман болшы, шал. Сен өлсең мен қайтемін деп жүрген апа, ойда жоқта о дүниеге аттанып кетті. Тұрсаңшы, кемпір, біраз болды ғой жатқаныңа, тұр деп түртінектеді. Денесі мұздап қалған еді. Жанұшыра таяғымен таянып, бір аяғын сүйрете, көршінікіне ойбайлап келген шалды Сәуірбай әйелімен жұбатып, балаларына хабар берді. Жылап еңіреп балалары келді. Өздерін кінәлі сезінгендей бастарымен қоса жер тоқпақтап зар жылап отыр. Қанат атаның жағдайын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Аналарының жетісі өткенше балалары ауылда болды. 7 күндік астынан соң балалары қалаға жүр деп қоймаған. Алайда әкелері ешқайда бармаймын. 40 күнге дейін шамшырақ жағып жатқан бөлмесін қараңғы қылмаймын деп қалды.
Жұмыс қой біздікі деп мәймен-күлей бастағанда кете беріңдер өздерің. Мен үшін ешкімде ұялмаңдар. Мен өз күнімді өзім көремін деген. Ара-тұра көрші Сәуірбай кемпірмен келіп бірге шай ішетін болмаса күн ұзаққа жата береді. Өткен-кеткенді ойлап жылап алады. Сәуірбай Алла алдынан берген көрші. Ұлы мен келініне айтып ас-суын дайындатып, үйін тазалатып, көмекке жиі жіберіп тұрады. Кемпірі екеуі көңілін аулап жиі келіп тұрады. 40 күндік асынан соң балалары атаны қинағандай алып кетті. Жас балаша бармаймын деп жыламсыраған атаны көлікке көтеріп салды. Жалғыз қалдыра алмаймыз деді. Арада біраз күндер өтіп аналарына Құран бағыштауға келгенде ата, қала дегенің нағыз түрме дерсің. Таңнан кешке дейін терезеге телміріп отырамын. Ағайын туыс, ек көрші бас сұқпайды. Бала мен келін таңнан кешке дейін жұмыста, немерелер сабақта. Жалғыздық жаныма батты деп селкілдеп, моншақ жас көкірегіне домалап жатты. Өлсем өз үйімде, ел ішінде өлгім келеді, отанымда отырғым келеді. Әкемнен қалған қара шаңырақта, кемпір екеуміз жөндеген қара шаңырақта аунап-қунап жатқым келеді деп терең күрсінген атаны сол жиыннан соң көрмедім. Бірнеше ай салып атаның да о дүниелік болғанын естідім. Қара шаңырағым деп көзінің қарашығындай қорғаған үйінде басқа адамдар тұрады. Естуімше ауылға келген медбике дипломмен ауылға деген бағдарлама арқылы 3 миллионға балалары сатып жіберіпті. Ара-тұра сол көшеден өткенде ауласына көз тастаймын. Баяғы қарттар мен сұлуланып тұрған үйдің сиқы қашып, сұрықсызданып қалғандай. Жайнап тұрған бау-бақша қазір күрең тартып, ата кеткелі жапырағын жайып жеміс бермеді. Атаның қара шаңырағым деп қадірлі санаған үйінің құны 3 миллионға бағаланғанына ренжимін. Мүмкіндік болса қара шаңырақтың қадірін келіні мен ұлы болғанға не жетсін. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қолдап кетіңіздер. Әңгіменің соңы.